Барлықтарыңызға қайырлы күн. Мен бүгін сіздерге қасиетті Рамазан айында неліктен ауызды құрмамен ашады және де ол құрманы қалай дұрыс таңдау керек, сол туралы айтатын боламын. Видеоны соңына дейін көріп, пайдалы ақпараттарды біле отырыңыздар. Қасиетті Рамазан айында мұсылмандар ауызды құрмамен ашуды сүннет деп есептейді. Ендеше мұның басты себебі неде? Құрманың пайдасы қандай? Айша анамыздың айтуынша, саллаллаху алейхи уассалям, оразасын жас құрма болмаса кепкен құрмамен, ол болмаса сумен ашатын. Сол себепті құрмамен ауыз ашуды сүннет деп білген. Мұсылмандар қасиетті Рамазан айында дастарханға құрма қоюды игі дәстүрге айналдырған. Тіпті құрманы ауызашардың сәні деп те айтуға болады. Құрмадағы қант мөлшерінің көптігі ораза ұстаған адамның күні бойғы денесінің әлсірегенін кетіретін айтқан мамандар. Құрманы жай уақытта да жиі жеп жүруге кеңес беруде. Құрманы қалай таңдаймыз? Құрманы таңдағанда оның сыртқы қасиеттеріне мән беруіміз керек. Біріншіден, құрманың түсі біркелкі қанық, қоңыр түсті және жылтыр емес болу керек. Құрманың беті жылтыр болса, оны қантты шәрбатпен өңдеу мүмкін. Құрманың кемшіліктерін жасырып әрі тәтті дәм беру мақсатында осылай өңделеді. Бұндай құрма жабысқақ болып келеді. Сондықтан оның үстіне қоқыс пен шаң тозаң жабысады. Оны қалай тексереміз? Құрмаға полиэтилен пакетін тигізсе, құрмадағы шаң мен тозаңдар сол полиэтилен пакетіне жабысып қалады. Екіншіден, зақымдалмаған қабықты құрма алған дұрыс. Себебі жарылған жерлеріне зиянкестер шоғырлануы ықтимал. Үшіншіден, құрманың ішінде сүйегі, дәні болғаны дұрыс. Төртіншіден, құрманың тым жұмсақ немесе тым құрғақ болмауы керек. Себебі тым жұмсақ құрма ондағы ылғалдылықтың көп екенін білдіреді, ал тым құрғақ құрма ұзақ сақталған немесе піспей қалған болуы мүмкін. Бесіншіден, нұсқаулық артында иіс болмау керек. Алтыншы кеңес, арасы бос болмау керек. Жетіншіден, құрманың беті қантпен қатып қалмау керек. Сіздерге ақпарат пайдалы болса, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.